сықырлап тұр, дауысы өте дәмді болып шықты. Қазірде аздап ортасы ыстық, сондықтан ортасын бөле алмай тұрмын. Осындай өте дәмді болып шықты. Қатпарлы қамыр өте жақсы болып, осылай ортасы ашылып, жақсы болып пісті. Менің рецептіммен жасап, сіздерде осылай дәмді самса жасап көріңіздер. Біз ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа жылы суды құямыз, және де оның үстіне аздап қана қажетінше тұз саламыз. Енді ұн салып, жақсылап қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илегенде міндетті түрде кішірек 3 қамыр шығатындай етіп, сондай көлемде илеңіз. Міне қамырды илеп дайындап қойдым. Енді салмасын дайындағанша аздап қамырды тынықтырып қойып қоямыз. Салмасын дайындау үшін тартылған етті ыдысқа салып алдым, және де пиязды жақсылап кішіректеу етіп тураймыз. Және де салмасына кішіректеу етіп турап картопта салсаңыз болады. Мен бірақ картоп салмаймын. Осылай кішіректеу етіп пиязды саламын, және де кішіректеу етіп турап осындай асқабақ қосамын. Асқабақта өте дәмді болып шығады. Фаршпен екеуін қосып істегенде өте сочный, сондай күшті болып шығады. Сондықтан асқабақ қосып көруіңізге болады. Енді дәміне қарай тұз салдым, және де қара бұрыш себеміз. Барлығын жақсылап қасықпен араластырамыз. Міне салмасы дайын болды. Енді салмасын қойып қоямыз да, жаңа тынығып тұрған қамырымызды алып аздап ұзартып осылай басамыз. Және де теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Аздап осылай домалатып алғаннан кейін қамырды оқтаумен жұқалап жаямыз. Арасына ұн сала отырып жабысып қалмас үшін жұқалап жайғаннан кейін 3 қамырды да осылай бірдей етіп жайып дайындап аламыз. Міне мен 3 қамырды да жайып дайындап алдым. Осындай көлемде шықты. Енді сары майды аздап ерітеміз, және де щеткамен осылай жұп-жұқа етіп жағып шығамыз. Міне бірінші қабатына жақтым. Енді оның үстіне жаңағы дайындап қойған екінші қамырды оқтаудың көмегімен орап алып, осылай жаямыз. Жақсылап бір тегіс етіп жайып шыққаннан кейін, оның да үстіне щеткамен жаңағыдай сары май жағып шығамыз. Сары майын қатты көп жақпаңыз, осылай жұқалап жақсаңыз жеткілікті. Екінші қабатына да жағып алдым. Енді оның үстіне жаңағы үшінші қамырды саламыз. Барынша қамырдың көп болғаны жақсы, сонда сіздің самсаңыздың да қамыры қатпарлы өте дәмді болып шығады. Міне үшінші қамырды да тегістеп жайып алдым. Енді оның үстіне де қалған сары майды жұқалап жағып шығамыз. Барлығын жақсылап тегістеп жағып алғаннан кейін осылай тығыздап рулет сияқты ораймыз. Арасын босаңсытпай осылай тығыздап орағаныңыз дұрыс болады. Міне осылай орап дайындап алдым. Енді қамырды осындай улитка сияқты орап тоңазытқышқа 30-40 минутқа қойып қоямыз. Тоңазытқышқа емес, мұздатқышқа салғаныңыз дұрыс. Сонда ол ортасы тез қатаятын болады. Міне мен 40 минутқа қойып тоңазытқышқа әбден тоңазытып салқындатып алдым. Қамыр осылай қатайды. Енді оны теңдей бөліктерге бөлеміз. Міне осындай бөліктерге бөлгеннен кейін ортасындағы кесілген жерін ауыстырмай осылай аздап басамыз да домалатып шығамыз. Және де барлық қамырларды бірден жаймай осылай 2-3 данадан алып қалыңыз жасауға, самса жасауға, және де қалғанын қайтадан мұздатқышқа салып қойыңыз, сонда ортасы еріп кетпейтін болады. Міне осылай жұқалап жайып аламыз. Және де жайып алғаннан кейін ортасына жаңағы дайындап қойған салманы саламыз. 1-2 ас қасықтан салмасын салып, жақсылап өзіңізге қалаған формада бүгесіз. Мен осылай 3 бұрышты етіп бүгемін. Және де бүккен кезде осылай қапсырма жерлерін қаттырақ қысыңыз, себебі бізде асқабақта, пиязда суы көп болғандықтан ол ағып кетуі мүмкін. Міне осылайша барлық самсаларды дайындап аламыз. Самсаларды дайындап жатқанда пешіңізді 200 градусқа қойып қыздырып қойғаныңыз дұрыс болады. Міне мен барлық самсаларды дайындап
духовканың листына пергамент қағазын салып жақсылап тізіп шықтым сыйғанша. Енді оның бетіне бір жұмыртқаның сарысын ыдысқа осылай араластырып аламыз да щеткамен жағып шығамыз бір кетіп. Барлық жан-жағына бәріне жақсылап жағыңыз, сонда ол жылтырап өте әдемі болып шығады. Міне самсалардың барлығына жағып алдым. Енді бетіне кунжут себемізде қызып тұрған пешке 25-30 минут пісіріп аламыз. Және де бұл жерде пергаментіңіз сапалы болғаны жақсы, сонда ол жабыспай жақсы алынатын болады. Міне менде самсалар дайын болды, өте әдемі жақсы болып пісті. Менің рецептіммен сізде жасап, комментарийға отзыв қалдырыңыз. Міне менде самсалар барлығы дайын болды. Қазір сіздерге ортасын көрсетемін. Міне осылай шықырлап тұр, дауысы өте дәмді болып шықты. Қазірде аздап ортасы ыстық, сондықтан ортасын бөле алмай тұрмын. Осындай өте дәмді болып шықты. Қатпарлы қамыр өте жақсы болып, осылай ортасы ашылып жақсы болып пісті. Менің рецептіммен жасап, сіздерде осылай дәмді самса жасап көріңіздер. Қазір дәмін жеп көреміз. Өте дәмді болып шықты. Осындай самсаны сіздер де жасап көріңіздер.